Бүгінде ақпараттық технология дамыған кезеңде қазақ тілін жетілдіруге, дамытуға арналған бірнеше IT жобалар жүзеге асырылуда. Солардың бірі сөздік қор порталы. Бұл қорда бір ғана бағытта емес, 60-тан аса сөздіктер енгізілді. Олардың ішінде ең негізгісі қазақ әдеби тілінің сөздігі, яғни 15 томдығы, тұрақты тіркестер, көнерген сөздер, кірме сөздер, сонымен қатар аймақтық сөздіктер енгізілді. Және де бұл қордың ерекшелігі, яғни сіз бір сөзді іздейтін болсаңыз, ол сөзді автоматты түрде сізге шығарып береді, және де шыққан мағлұматтың ішіндегі сөздерді тауып алуға мүмкіндік бар. Біз тек қана осы 60-тан аса сөздікпен шектеліп қалмаймыз. Сонымен қатар адамдардың есімдеріне қатысты және де энциклопедиялық сөздіктерді қорға енгізу жоспарда бар. Бұл порталдың веб нұсқасы, сонымен қатар мобильді қосымшаға арналған нұсқасы, яғни iOS, Androidқа арналған мобильді қосымшалары бар. Электронды порталдың мобильді қосымшалары онлайн және офлайн түрде де жұмыс істейді. Яғни интернет жоқ жерде де, егер сіз мобильді қосымшаны жүктеп алған болсаңыз, интернеттің көмегінсіз-ақ сіз қосымшадан сөздерді іздеуіңізге болады. Қазақ тілінде бар кез келген сөзді теретін болсаңыз, сізге нақты сол қажетті сөз жөнінде ақпарат шығарып береді. Сонымен қатар ол сөздің мағынасы шығады, ол сөзге тіркесетін сөздер шығады, немесе ол сөздің антонимы, фразеологиялық сөздіктің ішінде болса, тұрақты тіркес түріндегі формасы, синонимы, жалпы сөздің семантикалық мағынасына байланысты қордағы барлық ақпаратты шығарып береді. Ең қажетті функционалы қордағы бұл телеграм-бот. Яғни қазіргі таңда сөздік қордың өзінің жеке телеграм-боты бар. Телеграм-ботқа кіру арқылы сіз кез келген сөзді жазасыз да нақты мағлұмат аласыз. Яғни сөздің толықтай мағынасы шығатын болса, одан кейін сол сөзге қатысты диктордың дыбыстауымен ол сөздің дұрыс айтуын тыңдап алсаңыз да болады. Сөздік қор порталындағы ең тиімді қызметтің түрін айтатын болсам, бұл яғни Microsoft Word құжатына арналған плагин. Сіз веб-сервиске кіргеннен кейін қосымшаларды жүктеу дегенге басып, соның ішінде плагинді орнатып алсаңыз, яғни сіз қосымшаны жүктегеннен кейін ол құжаттың ішіне автоматты түрде орналастырылады. Ал сол функционал, яғни негізгі функционалдардың ішінде тұрады құжаттағы. Сөздік қор тетігін басасыз, оның ішінде іздеу деген тетік шығады. Іздеу тетігін басқаннан кейін өзіңізге қажетті ақпаратты аласыз, яғни мағынасын білесіз. Ал сол ақпаратты өзіңіздің құжатыңыздың ішінде қолдануыңызға болады, және де өте ыңғайлы.